2 күн бұрын төтенше жағдайлар департаменті жариялаған ескертуді елемегендер жетерлік. Жұрт табиғаттың тосын сыйын күтпесе керек. Тас жолдарда қозғалыс шектелсе де жолға шыққандар баршылық. Бүгінгі күні түске дейін 300-ге жуық көлік қар құрсауында қалса, 50-ге жуық адамды төтенше жағдайлар қызметкерлері көмегімен құтқарылды. Қарағанды облысында қыс қайта қаһарына мінді. Серіктес қалалар мен өзге қалалардан біздің облысқа жұмыс сапарымен келе жатқан жолаушылар сабылып әуре сарсаңға түсті. Көру айқындығы нашарлауы себепті жол-көлік оқиғалары да жиіледі. Қалың қар салдарынан қала ішінде жол кептелістері орын алып, жаяу жүргіншілердің жүруі қиындаған. Көзге түртсе көргісіз ақ түтек салдарынан тас жолдарда тұралаған көліктердің қатары артқан. Төтенше жағдайлар департамент қызметкерлері бұрқасындағы боранның болары 2 күн бұрын хабарланған делді. 261 бірлік техника қазіргі уақытта тоқтап тұр. Ең көбісі Теміртаудан шыға берісте және Асакаровка кентінде. Ағымдағы тәулік бойынша төтенше жағдай департаментінің қызметкерлерімен құтқару жұмыстары ұйымдастырылған. Оның ішінде 40 адамды құтқарылып, 29-ы жылыту пункттарында орналастырылған. Синоптиктердің сөзіне сенсек, боран бүгін кешкілік сағат 10-11 шамасында саябырсуы тиіс. Табиғаттың тосын мінезі облысымызда келер аптада, яғни 26-27 ақпан күндер тағы да күтілуде. Айдын Тонтайтегі, Рустам Бараев, Наталья Зайц, 5 арна.